Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді, пайдалы, ешқандай зиянды қоспасыз творог дайындаймыз үй жағдайында. Ең алдымен табамызға сүтімізді құйып, оттың астын жағып, сүтімізді ысытатын боламыз. Бетіне қаймағы шыққанша ысытатын боламыз. Мен қолдың сүтін пайдаландым. Егер де магазиннің сүтін алатын болсаңыздар, майлылығы жоғары сүтті алуға кеңес беремін. Мінекей байқасаңыздар, сүтіміздің бетіне қаймағы шықты. Осы уақытта айранымызды қосамыз. Айранымызды қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Оттың асты қосулы болу қажет, өшіріп қоймаңыз. Осылай араластырып тұрамыз. Сонда сүтімізден творогы бөлініп, сары суы бөлек болып шығады. Мінекей байқасаңыздар, сары суы бөлінді. Творогымыз жайлап пайда бола бастады. Дәл осылай қайнатамыз. Осылай қозғап тұруымыз қажет, сонда творогтарымыз бір-біріне жабысып қалмайды, бөлек-бөлек болып, әдемі болып шығатын болады. Мінекей жан-жағы кішкене көпіре бастады, қайнауына сәл қалды. Мінекей сүтіміз қайнады, творогымыз дайын. Енді сүзгішке сүзіп аламыз. Творогымыздың бетін марлымен жауып қоюымыз қажет, себебі беті қатты болып қалады. Дәл осылай 10-15 минутқа қалдырамыз. Егер творогыңыз құрғақ болғанын қаласаңыз, 15-20 минутқа қалдырыңыз. Мен 10 минутқа қалдырдым, себебі маған қатты құрғақ творог ұнамайды. Мінекей творогымыз дайын. Творог өте дәмді болып шықты. Қант қоспай жесеңіз де өте дәмді. Әрқайсысы дана-дана болып шықты. Ал енді өлшеп көреміз. 2 литр сүттен 381 грамм творог шықты. 2 литр сары суы қалады. Ол сары суын төкпейміз. Сары суына бауырсақ немесе нанның қамырын қосып елесеңіз өте дәмді болып шығады. Мінекей байқасаңыздар, творогтарымыз бір-біріне жабыспай, шашпа творог болып шықты. Мен творогқа қант қоспай, осылай жеміс-жидектермен дастарханға ұсындым. Өте дәмді болып шықты. Қант қоспасақ та, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Егер де менің рецепттерім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз өте қуанышты болар едім. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.